Әріптестер. Келді. Сол сілтемені ашсаңыздар. Осы сілтемені ашқанда сіздерде ойын түрінде ашылды ма сілтемелеріңіз? Ойын түрінде Бердібек Соқпақбаев кім? Бұл жерде жауаптары берілген. Бұл балалардың, оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты жасалған. Ол кісі ақын екен, балалар жазушы, суретші, философ, сазгер, аудармашы. Осы 6 нұсқаның біреуін таңдайды. Сонда біріншіден оқушыны бұл қызықтырады. Екіншіден бұл жерде балалар осы ойын арқылы балдар жинайды. Топтаса топта жұмыс істеуге болады бұл жерде, жеке жұмыс істеуге болады. Одан кейін екінші Бердібек Соқпақбаев қай жерде дүниеге келген? Одан кейін фильмнің басты кейіпкерлері кім? Әрі қарай жалғаса береді. Сіздерде қожа қандай оқушы, қожаның сыныптастарының аты кім? Ашылды ма сіздерде, көрінді ма? Әріптестер. Көрінді ғой, сіздерде? Иначе это как ее? Әрі қарай. Бәрі жақсы көрініп тұр. Көрініп тұр, көрдіңіздер ғой, осындай тапсырмалар арқылы балалардың, оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай осындай тапсырмалар алынған. Бұл жаңағы 5-ші сыныптың 1-ші бөлімі кітабы бойынша, 2-ші тақырып бойынша. Одан кейінгі келесі әдіс бізде строллинг әдісі дедік, жаңа айтып кеттім. Бұл жерде тиімділігі оқушы оқиға құрастырады, ойлау, сөйлеу, сипаттау қабілетін дамытатын әдіс. Бұл тәсіл қиял логикалық ойлауды дамытады, сөздік қор мен сөйлем құрылымын қолдауға үйретеді, сөйлеуге деген сенімділікті арттырады. Мысалы, сіздердің мына жерде презентацияда көрініп тұр, астында сурет тұр, суретке қарап оқушыға біз тапсырма береміз, оқушылар суретке қарап әңгіме құраңыздар дейміз. Бұл жердегі тақырыбымыз менің демалысым. Тапсырма 5 сөйлем жаз немесе айт. Суретте мысалы жай балалар төменнен жоғары қарай, немесе жіңішкеден жуанға қарай сөйлемдер айтады. Мысалы балалар дейді. Балалар саябақта ойнап жүр дейді. Одан кейін әрі қарай не ойнап жүр деп сұраймыз, немесе кімдер ойнап жүр. Әрі қарай балалар суретті пайдалану арқылы, өздерінің қиялдарын пайдалану арқылы, суретке қарау арқылы әңгіме құрап, тілдік дағдыларын дамытады. Келесі. Жоба әдісі. Оқушыларға шағын жоба дайындау тапсырмасы беріледі үйге. Олар жоба жасап, оны ауызша қорғайды. Бұл байланыстыра сөйлеу мен көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Тақырыптар беріледі. Мысалы, менің мектебім, туған жерім, тағамдар, менің отбасымның тарихы, немесе біздің отбасымыз. Мына жерде сурет тұр, сіздерде астында көрініп тұр ғой, сурет тұр, менің отбасым. Бұл жерде сөйлемдер беріледі. Мысалы, менің отбасым үлкен тақтада. Біздің үйде атам немесе әжем, ағам тұрады, отбасы мүшелері. Бұл жерде сурет арқылы балалар біріншіден өз отбасы туралы айтады, отбасында неше адам бар, кім болып жұмыс істейді, отбасы қандай екен. Одан кейін сол сурет бойынша тапсырмалар беріледі. Мәтін бойынша тапсырманы орында өз отбасының мүшелерін атап айт, үлгі бойынша сөздерді өзгертіп жаз. Бұл жерде тек қана сөздерді өзгертіп жазбайды, сонымен қатар көріп отырсаңыздар, бұл жерде сөзге көптік жалғау жалғанады. Ата-аталар, әже-әжелер, әке-әкелер, ана-аналар, аға-ағалар. Келесі әдіс ұйқасын таб әдісі. Бұл бір жағынан ойын ретінде, екінші жағынан аударманы пайдаланады, сөздердің аудармасын пайдаланады. Мысалы, өзінше ноян, қорқақ кім? Қоян. Бірінші әрпі жазылып тұрады бұл жерде жақшаның ішінде. Бата алмас түлкі, үсті тікен кірпі. Айбат шегер алыстан, аң қатшасы арыстан. Көріп тұрсыздар ғой, әріптестер?
Әрі қарай, сиқырлы заттар ойыны. Сабақ тақырыбы менің бөлмем. Мысалы, мұғалім заттардың атауын береді. Сағат, үстел, айна, кітап, қалам, сыныпта бар бөлмеде, сынып бөлмесінде бар заттарды қолмен көрсетіп, айтып береді. Оқушы бұл заттарды сиқырлы деп елестетіп, оқиға құрайды. Мысалы, менің бөлмемде сиқырлы сағат бар. Ол мені армандаған жерге апарады. Үстел үстінде кітап тұр. Кітап өзі сөйлей алады. Бұл әдіс оқушыны шығармашылыққа жетелейді және өз ойын көркем, жүйелі жеткізуге дағдыландырады. Келесі, әріптестер, біз жылдың басынан апробация бойынша 2 сыныпты алдық. 5-ші сынып мына жерде сіздерде көрсетіліп тұр. 5-ші В және 5-ші Д сыныбы. 5-ші В сынақталушы сынып, 5-ші Д бұл жерде жаңағы күтілетін нәтиже 4 дағдыны алып тұр. Тыңдалым, жазылым, оқылым. Салыстырмалы түрде сіздерде жазылып тұр. Пайызы көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Көрінбесе мен оқып берейін. Көрініп тұр. Сонда өздеріңіз байқағандай, бұл жерде жаңағы бақылаушы мен сынақталушы сыныптың екеуінің арасындағы пайыздық айырмашылық жоғарылауы 20%, 15%, 33%, 40%-ға дейін бар. Келесі, мына жерде астында келесі сіздерде. Келесі бұл жерде білім сапасы оқушылардың 5-ші Д сыныбындағы және 5-ші В сыныбындағы білім сапасы қосымша көрсетілген. Апробация нәтижелері әдістемелік ұсыным бойынша оқушылар өз ойын жүйелі сауатты жеткізе алады. Мәтін құрастыру, еркін сөйлеу көрсеткіштері жоғарылады. Ауызша және жазбаша сөйлеу қабілеттілігінің тиімділігі артылудағы маңызды. Практикалық дәлелденді. Әдістемелік ұсыным қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында байланыстыра сөйлеу қабілетін дамытуға ықпал ететіндігі дәлелденді. Бұл апробация оқу процесінде заманауи жаңаша әдіс тәсілдердің енгізуінің тиімділігі екенін көрсетіп дәлелдеп берді. Келесі, қорыта келгенде қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың байланыстыра сөйлеу қабілетін дамыту, тілді меңгертудің маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл бағытты жүйелі әрі мақсатты жұмыс жасау оқушының тілдік тұлға ретінде қалыптасуына, танымдылық белсенділігінің артуына, тілдік құзыреттілігінің дамуына мүмкіндік береді. Мұғалімдердің әдістемелік шеберлігі мен шығармашылығы оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Сондықтан әрбір қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі бұл бағытты жүйелі, мақсатты әдістемелік тұрғыда негіздеп ұйымдастырылуы қажет. Осы сіздерге біз ұсынып отырған әдістемелік ұсыным сіздерге ұсынып отырған әдістемелік ұсыным арқылы біз осы оқушылардың сөйлеу дағдыларын, ауызекі сөйлеу дағдыларын қазақ тілі мен әдебиет сабағында байланыстыру арқылы көрсеткіміз келді. Осымен біз бөлістік. Егер сұрақтарыңыз болса, әріптестер қоюларыңызға болады. Зәуре Оңғарбековна, сізге рахмет, жұмысыңыз өте керемет. Рахмет. Рахмет. Еңбегіңіз жана берсін тек. Рахмет. Сіз сұрақ неткенге мен сұрақ қояды екен. Жоқ, сұрақ. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса тағы да. Рахмет. Барлығы да жақсы, түсінікті балалардың тілімен. Иә, бала тілімен ауызекі сөйлеу 4 дағдыны жетілдіру ғой. Енді біз орыс мектебі болғаннан кейін, өзге ұлт өкілдерін оқытқаннан кейін біздің басты мақсатымыз осы. Оқығанын
сабақта, өмірде, жағдаятта пайдалану, білу, түсіну, айту. Енді көптеген қазіргі таңдағы мұғалімдердің басты проблемасы десек те болады. Өйткені оқушылар бір сыныпта оқушылар 15 оқушымыз отырса, топ бойынша соның бір 5-6 ғана толыққанды түсініп, сөйлеп, ойын жеткізе алады. Қалған балалар қосымша сөздікпен айта алады, бірақ өз ойларын толық жеткізе алмайды. Сондықтан осындай жұмыстардың нәтижесінде туындаған осы әдістемелік ұсыным. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Өте ұнады, нақты, жүйелі, керек ақпараттарды алдық. Рахмет сізге. Жанар ханым, Болды, рахмет сізге. әріптестер. Сұрақтарыңыз болмаса, Сұрақ жоқ, мен бір тілек айтайын. Рахмет сізге. Жұмысыңыз өте жүйелі. Енді сәттілік тілеймін сізге. рахмет. Рахмет. Сіздерге де барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Аттестациядан өтетін әріптестер. Рахмет, онда сұрақтарыңыз болмаса, біз шыға берулеріңізге болады. Көптен көп рахмет, қосылғандарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, барлықтарыңызға. Жақсы, рахмет Зәурен Ғарбековна. Еңбегіңіз өрге домалай берсін. Рахмет, рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Рахмет Зәурен Ғарбековна, бәрі түсінікті, жақсы. Көп рахмет. Рахмет.